Салам алейкумдер, құрметті Алыстан, Қазақстаннан, Өзбекстаннан келген ағайындар. Міне бүгін Қаражан Қожа мешітінде Күгіртеде қалған ауылдастар садақа беріп жатыр. Барлықтарыңызға зиярат қабыл болсын. Алыстан келген ағайындар. Қайтам деген кісілер бүгін жолдары болсын. Жақсы міне. Мұны бәрі кешегі өткен садақа. Бүкіл сіздердің ана жақта келе алмай қалған, қатан салмай қалған ағайындардың бәрін сіздердің осы садақа берген қаражаттарыңыздың есебінен істеліп жатқан. Кешегі 24-те болған, келе алмай қалған ағайындарға да садақаларыңыз қабыл болсын дейміз. Жақсы өтті, жақсы тарқалды. Қанша ағайындарды көрмеген кісілерді көрдік. Дидарластық бар. Міне Күгіртенің тоғайының орманын көрдік. Барлықтарыңызге зияраттарыңыз қабыл болсын. Жақсы күндерде, тойларда кездесіп тұрайық. Дариха қалайсың? Қабыл болсын, Дариха. Рахмет, өзіңізге де зияраттар қабыл болсын. Саламатсың. Күгіртті Қаражан Қожа мешіті. Мынау Жүшпе қалайсың? Қабыл болсын. Ассаламу алейкумдер, ассаламу алейкумдер. Зияраттарыңыз қабыл болсын. Мынау Күгіртті Қаражан бауа, Қаражан Қожа мешіті. Мынау Қызыларабад, Күгіртті, Қазақстаннан келген ағайындар садақаға қатынасып отыр. Міне ішінде үлкен ағаларымыз бар, інілер бар, Қазақстаннан келген, Өзбекстан, бір жағы міне Түркменстаннан келгенде ағайындар бар екен. Барлықтарыңызға зияраттарыңыз қабыл болсын. Әумин, әумин, айт қабыл келсін. Түсірбатсыз ба? Сен қайерге барсаң алдымен сен шығасың, мені түсір деп. Болды ғой, бір түскесін болды ғой. Мынау Асан деген достымыз. Аббас деген үкеміз. Қабыл болсын зияраттарыңыз. Төребай молда, қабыл болсын зияраттарыңыз.